Жылдам хабарнама. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бізді тамашалауды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Желтоқсанда 37 градусқа дейін аяз болады. Таяу күндерде қар түседі, бұрқасындатады. Жел 15-25 метр секундқа дейін күшейеді. Ал еліміздің оңтүстік шығысындағы таулы аудандарда қатты қар, тұман, көктайғақ болжанып отыр. Республиканың батысы мен қиыр солтүстігінде ауа райы жауын-шауынсыз болады. Содан кейін Салихард аудандардан арктик суық ығысып, температура төмендейді. Батыста түнде -13, -23 градусқа дейін, күндізі -5, -15 градусқа дейін. Солтүстікте және орталықта түнде -25, -33 градусқа дейін, ал күндіз күні 12-25 градусқа дейін суытады. Шығыста түнде -25, -27 градустан, күндіз -17, -23 градусқа дейін. Оңтүстікте және оңтүстік шығыста түнде -10, -22-ден, күндіз -3, -13 градусқа дейін суытады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.